Ана тілінің 15-ші сабағына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Сыйлаймын. Ата менен ананың айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса, қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын. Бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді. Мен де бәрін сыйлаймын. Шәміл Мұхамеджанов. Өлеңдегі қандай бала? Өзің үлкендерді сыйлайсың ба? Өлеңдегі бала пысық, ақылды, зерек, тәртіпті, әдепті бала, е? Өзің үлкендерді сыйлайсың ба, балалар? Сыйлайсыңдар ма? Я, біздің балалар сыйлайды. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Үлкеннің алдын кеспе. Балалар дұрыс айтады, я? Үлкен адамның алдын кесіп өтуге болмайды. Үлкен адамдарды сыйлау қажет. Үлкенмен сөз таластырма. Үлкен адамдармен сөз таластыруға болмайды, себебі олар сенен көбірек біледі, сондықтан үлкеннің айтқанын тыңдау қажет. Мына жерде сөздердегі дауысты және дыбыстардың қайсысы жуан, қайсысы жіңішке екенін айт. Жуан дауысты дыбыстар алдын таластырма сөздері, ал жіңішке дауысты дыбыстар үлкеннің кеспе, үлкенмен сөз. Үшінші жаттығу: суреттердің атауын сәйкестендір. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Бірінші аю ма, балалар? Жоқ, аю емес. Аю қайсы? Үшінші тұр. Екінші тасбақаны көрсетеміз. Тасбақа бірінші, екінші өрмекші, үшінші аю. Жарайсыңдар, балалар. Мысалы, сөйлем құрайық. Тасбақа баяу жүреді. Екінші өрмекші өрмек тоқиды. Үшінші аю жыртқыш аң. Сендер мұнан бөлек басқаша етіп құрауға кеңес беремін. Мен жеңіл түрін құрадым, сендер күрделендіріп құрап көріңдер, балалар. Сөздердің арасынан жуан және жіңішке сөздерді екі бөлікке жаз. Балалар, бұл сабаққа қосымша ретінде жүреді. Ара, дана, аю, өрмекші, тасбақа, ата, қасқыр, сиыр, ит, күшік, үлкен, әже, ана. Балалар, осыларды екі бөлікке жазыңдар. Жуан айтылатын сөздерді айтып көрейікші. Жуан айтылатын сөздер: ара, дана, аю, тасбақа, ата, қасқыр, ана сөздері. Жіңішкені өздерің жазыңдар. Келесі